Мөлдір ортада, көңіл күйіңіз қалай? Бүгін үнсіз сіз неге? Иә. Кеше де жалпы соңғы күндері көп пікір айтпайтын болғансыз. Өзгеріп жүрмін. Жандәулет үшін де? Жоқ, Жандәулет өзі келсін. Жарайды, Жандәулет, келіңіз. Қош келдіңіз. Көргеніңізге өте қуаныштымыз. Бізде барлығы жақсы, өзіңіз қалайсыз? Күшті. Таныстықтарыңыз қалай? Зор. Күшті болып жатыр ма, Мөлдір? Иә, барлығы жақсы. Бірақ кішкене ренжісіп қаламыз кеше. Не үшін? Сурет видеоны көріп алайық, сосын айтамын. Көріп алайық. Қымбатты көрермендер, сіздер үшін. Жаңа өмір бастайым деп ем, сен ойлауды тастайым деп ем, міне күн мен түн алмасты. Иә, күшті видео, әсіресе ортасы күшті болды. Картингке барған екенсіздер, иә? Иә. Иә, картингке бардық, алдын 2 күн бұрын. Өзі жоспарлап, өзі айтты, иә. Одан кейін тамақтанып, сөйлесіп, қайттық. Бірақ енді мен алдын айттым ғой, екеуміз бір-бірімізді, бірақ деген нәрсе бар да. Екеуміз бір-бірімізді онша бетіп тани бермейміз деді қой қазір. Таныған сайын бізде бір андай түсініспеушіліктер, сөзге келіспей қалулар болып жатыр да. Кеше негізінде эфирге кірмей тұрып, екеуміз кішкене сөзге келісіп қалған едік. Ол кезде мынандай болды. Әңгіме. Мен айттым, мен эфирден кейін күніге алып кетеді ғой. Бүгін келмей-ақ қойыңыз, әуре болып, мені бір жерге қонаққа шақырып еді, сол жерге барамын дедім. Жандәулет айтты, кіммен, қайда? Осылай, тек қана. Соған енді мен өзінше тырысып қалдым да енді. Оны кішкене дұрыстап сұрасаңыз болады, кіммен баратсың, қайда баратсың деп. Грубый жауап сұрақ қойғаннан кейін, мен айттым, айтпаймын, кіммен бара жатқанымды деп. Мен айтам да, бұл Жандәулетке айтам, маған ұнамайды олай. Отчет беру, отчет сұраған. Мысалы, сіз бір жерге бара жатсаңыз, мен сізден сұрамаймын ғой деймін ғой, қайда, кіммен бара жатсыз. Маған ол қиын емес, мына жаққа бара жатырмын деп айту. Бірақ мен ойлаймын да, олай сұраған ол бір адамға сенімсіздік. Сенбейтін секілді, сосын сұрайтын сияқты. Мен ол айтады да, мен саған сенемін, бірақ енді қаншама түрлі адамдар бар ғой, мен оларға сенбеймін дейді. Мен айтам енді, сенбейтінде мен бір түнгі клубқа бара жатырмын ба, мен бір клубқа баратын болсам, барға баратын болсам, ол кезде айтуға болады. Егер барып жүрген қыз болатын болсам, мен өмірімде ондай жерге барып көрмегенмін. Сол кезде айтса болады, ойлайсың, негізі сен клубқа баратсың ғой енді, ойға сенімсіздеу деп. Ал мен кәдімгідей просто тамақтануға бара жатқан жерде, мен просто айттым, план құрып қоймаңыз, алдын ала, планыңызды құртпай қояйын деген сияқты мен ескертіп айттым. Сол кезде бір грубый айтты да, кіммен, қайда? Соған сөзге келісіп қалдық екеуміз. Мен айттым, маған олай отчет сұраған ұнамайды деп. Қызық екен. Шүкір аман есен. Осындай сұрағыңыз ұнамай қалған екен ғой біздің. Жоқ, кімде, енді қайда, кіммен деген просто зәрлем жүргеннен кейін тоже. Тез жаза салдым. Иә, просто кіммен қайда сен не үшін деген нәрсе, просто кіммен қайда деп жазып жүрмін, мен үшін спокойно жаздым, бірақ басқаша қабылдап қалған деген да. Бұған түсіндіріп жатырмын да енді, сен бұны отчет деп түсінбе. Сен просто маған айт, мысалға қатысушы қыздармен осында. Иә, осында тамақ ішуге бардық деп сен просто сөйтіп айта сал болды. Просто бұл тұрды да бір жерге барам дегеннен кейін, бір жерге дегеннен кейін уже сәл не қылып қаласың да, қай жер деген сияқты интересно болып қалады да. Мен бұған соны түсіндіргім келеді. Сен просто айт, қыздармен тамақ ішуге барамыз, кешкісін алып кетпей ақ қойыңыз десең, болды, уже понятно нәрсе. Дальше уже сен неге, кіммен, қаяққа ондай сұрақ болмайды да. Бүгін қызық болды негізі. Сөйтіп жаңа эфирдің басында не істеп жатсың деп сөйлесеміз ғой, сөйтсек, эфирде отырмын деді, хорошо. Сөйтіп бірге жазып жіберіпті. Бүгін алып кетпей ақ қойыңыз, бүгін қатысушылар болып, Нұрсұлтанның, Нұрдәулет, Нұрдәулет ағаның үйіне новосельеге барамыз деді. Қоныс той құтты болсын. Соны сөйтіп күліп, потом жазып жібердім да, өйстіп жазып жіберсің, зор ғой негізі десіп. Жоқ, негізінде қайда, кіммен дегенді сіз өзіңізге қатты қабылдап қойған сияқтысыз. Өйткені онда тұрған еш нәрсе жоқ. Жай қалыпты сұрақ. Керісінше бұл сіздің кішкене қорқынышыңыз сияқты. Егер мен бұл ер азаматқа есеп бере беретін болсам, мен демек оған көніп бара жатырмын, ол мені басынып жатыр деген сіздің ойыңыздағы арам ойлар сияқты. Сіз одан қорқатын сияқтысыз. Жігіт мені билеп кете ме дегеннен. Мүмкін.
Мен өзімнің тоныммен оқып қалдым оны. Қайда былай сұраған жоқ та, қайда бара жатсың, кіммен бара жатсың, олай сұраған жоқ. Әшейінде бір 30 секундтық запистер жібереді да. Ал дәл сол кезде қысқа қылып не істеген, мен солай естіп оқып қалдым. И мен айттым, мен осы уақытқа дейін біреуге мына жаққа бара жатырмын деп айтпағанмын, бірақ сізге алдын ала ескертіп айтып отырмын ғой дедім да. Соған да рахмет айтсаңызшы дедіңіз бе? Иә, солай айттым шынымен. Мәссаған. Жоқ, мен айтып ала салайыншы. Бола ма? И екеуміз қазір таныстық үстіндегі адамдармыз ғой. Мен айттым да, я мүмкін біз таныстық үстіндегі адамдар шығармыз, бірақ олай отчет беретіндей адамдар емеспіз бір-бірімізге дедім да. Ол да мысалы бір жерге баратырмын десе, мен сұрамаймын. Қайда барасыз? Жолыңыз болсын, болды сол ғана. Білмеймін, бұл мәселеде толығымен Жандәулеттің тарапындамын. Өйткені сіздер таныстық үстіндесіздер. Жандәулет білуі тиіс, сіз қайда бара жатырсыз? Өйткені ертең Құдай сақтасын, сіз эфирден шықтыңыз, жоқ, біз кімнен сұраймыз? Бірінші кезекте осы ер азаматтан сұраймыз. Әй, сен танысып жүрсің ғой, қайда бұл қыз? Не болып қалды деген сияқты. Және бәрібір бұндай бір ұстаныммен болашақта мөлдір сізге жігітпен арақатынас құру өте қиын болады. Өйткені әрбір жігіт бәрібір білгісі келеді, менің қызым қайда жүр, кіммен жүр, не істеп жатыр. Ол біреу есеп деп қабылдауы мүмкін, ал біреу жай ғана бір сенімділік үшін мен біліп отырайын, қайда жүргенін. Жоқ, Диана ханым, қызы ғой. Бұл жерде біз ондай емеспіз. Және сіз болғыңызда келмейтін сияқты ма қызы? Жоқ, оны уақыт көрсетеді, мен олай айтпаймын. Просто маған дәл таныстықта жүріп отчет берген ұнамайды. Білмеймін, сіздердің таныстықтарыңыздың басталғанына қанша уақыт болды? 3 апта уақыт. Сонда әлі бір-бірлеріңізге сонда ешкім емессіздер ме? Жоқ, мен бұл кісіге түсіндіре алмай жатырмын да. Отчет бөлек және ескерту бөлек деген нәрсе. Отчет беру деген жаңағыдай мен міне келдім. Сурет, видео, міне. Кіммен отырсың? Геолокация. Не істеп жатсыңдар? Қашан қайтасың? Неге отырсың? Мына жігіт неге қасында? Вот сол отчет. Маған көрсет, нөмірлерін бер. Ал сен просто маған айт, мына жерге мен мынандай адаммен барып жатырмын. Болды, чтобы мен білейін, спокойно болу үшін. Қызға дұрыс оймен, дұрыс көңілмен қарайтын кез келген ер азамат дәл Жандәулет сияқты сұрайды. Ей, кеште, қараңғы кеште қайда бара жатырсың? Кіммен жүресің? Просто мынандай нәрсе да, мен мөлдірге айтамын да всегда, мен сені бір болашақ жарым ретінде алам деп оймен келгеннен кейін, мен по-любому уайымдаймын деймін да. Ал егер мен просто танысып көрейін, немесе уақыт өткізуге келетін болсам, маған бәрібір деймін да, сен не істеп жүрсің, қалай жүрсің, сол үшін бір болашағы бар ой болғаннан кейін кез келген ер азамат уайымдайды. Енді бұған қиын болатын шығар, по-любому енді мүмкін уақыт керек. Бұған уақыт керек шығар, бірақ ер азамат ол по-любому уайымдайды, не істеп жүр екен, жаурап қалмады ма, ауырып қалмасын деген сияқты, уақытылы барсын, тамақ ішсін деген сияқты. Ол шынымен бір болашақты ойлайтын ер азамат, ол қыздың до мелочи ойлайды полный. Жаурап қалмады, бүкіл мелочи нәрсеге еркек адам негіз бас ауыртады егер. Хадиша, өтініш, Ернұр мен Аринаның ортасына отырыңыз, ренжімесеңіз. Маған эфир жүргізуге кедергі келтіріп отырсыз, екі жігітпен қайта-қайта әңгіме айтып. Рахмет. Солай. Жоқ, енді алдында келген кезде айтты ғой, менде ешқандай арақатынас болмаған деп. Осының әңгімелерінен қарап сенбей қаламын да кейде. Шынымен де арақатынас болмаған ба деп. Барлығын күшті біледі да кәдімгідей. Енді ер азамат. Жандәулет сенікі негізі дұрыс. Мөлдір Жандәулетті өзінен төмен қойып тұр. Неге десеңіздер, қара. Қайда барасың, кіммен барасың дегенде екі түрлі түсінуге болады, біреуі отчет ретінде, біреуі переживания ретінде. Егер сен оны переживания ретінде қабылдайтын болсаң, сен оны ер азамат ретінде қабылдайтын едің. Ал егер ол кім менен отчет сұрайтын деп сен қабылдап тұрсың да, понимаешь? Сен значит өзіңді жоғары қоясың үміткерден. Жоқ, қайда бара жатсың, кіммен бара жатсың деген болған жоқ ол жерде. Қайда, кіммен? Енді былай ғой, ер азамат көлік жүргізіп келе жатыр, кешегі Алматыдағы кептеліс 10 балдан 100 балға дейін жетті. Өздеріңіз білесіздер, жолға қарай әлде былай мен мөлдірдің көңіліне қарап, қазір толық қазақ тілінде сөйлемді жеткізейін деп айтпайды ғой. Қайда, кіммен, жай ғана қалыпты сұрақ қойылды. Мынандай ғой, Диана ханым, ол жерде мына жерде қыздарды түсінбей кететін шығармыз. Внимание, забота керек дейді. Осындай вниманиялар көрсетсе, ол жақпайды. Бір енді жақсы жігіт келіп отырғаннан кейін бір ілік іздегін келіп отыр ма, сылтау іздегін келіп отыр ма, сенікі түсінбедік мына жерде вообще. Жоқ, негізінде Диана ханым, ойлаймын, мөлдірдің сезімі әлі де ашылған жоқ, сол үшін да ол өзіне ыңғайлы вариантты солай қабылдап отыр да, маған грубо отчет сұрады деген сияқты. Және де келесі айтқым келеді, сіз алдыңғы эфирді көрдіңіз ба? Сіз келіп кеттіңіз ғой, соңғы эфирге сол кезде сіздің берген гүліңіз, букетіңіз Даниярдың жоқ аллергиясын шығарды ғой. Қасында қойып қойған болатын, ойлап отырды қасында Данияр екеуі. Сол гүлі жерде болды, сол жерде тұрған гүлінің алып тасташы гүліңді, у меня аллергия сенің гүліне дегенде бір дүние шығарып алды да, сол сізге қалай? Айза, қараңыз. Қазір осы әңгіме көтеріледі, талқыланады, одан кейін сіз тағы да көзіңізге жас алып отырасыз. Не үшін ондай провокация? Сен қызған, Даниярға қазір атыл, жоқ жерден неге сенің аллергиян пайда болды деген бір жігіттерді шағыстырып, отқа май құюмен тең.
негізі мен мөлдірге айтқым келіп жатқанша, мөлдір сен қатты еркелеп кеткен сияқтысың да. Мысалға үшін ара қатынас басталды, таныстық жүріп жатыр. Сенің де мүмкін ғой, сен қайда, кіммен баратсың деген нәрсені сен де қоюың мүмкін да бұл кісіге қарап. Болады ғой, бұл кісіде ұнату бар, сезім бар, а сенде кішкене ашылмай жатыр. Ода тұрған бір дау шығаратындай нәрсе емес деп ойлаймын оны. Жоқ, баста келген кезде біз негізі мен барлығын алдын ала айтқанмын. Маған ондай ұнамайды, маған қызғаншақтық ұнамайды. Мен де ертең бір қызғанып, сен аңғасында не үшін жүрсің, сен андай неге жүрсің деп менде ондай болмайды. Менің жағыма да ондай болмаса дедім. Тағы бір сұрақ қойып кетейінші, негізі сен бұрын ара қатынас болды ма сенде негізі? Осы эфирде болды ғой, иә. Негізі бір қатты жігітпен ашылып, ондай таныстықта болмағанбыз. Негізі мен жерде мөлдірді қолдамын деп отыр да. Отчет деген мысалы маған да ұнамайды. Алдында бізде де сондай бір тема болды ғой. Бізде маған да ұнамайды, қайда кіммен деген. Хотя таныстық үстінде де бұлар еще жұпта емес. Хотя жұптың өзінде мен үшін ерте ол нәрсе. Ну, күйеу мен әйел болады, сол кезде отчет деген басталу керек та. Жоқ, мен айтып еш дұрыс емес. Сонда саған әсел отчет берген ерте да, бірақ сыртта құшақтасқан ерте емес па? Жұп болған. Адам кішкене бірдеңе айтып отқан кезде логикаға сүйену керек те, сәл-сәл болсын бір. Өз-өзіме қарсы келіп қалмайын ба деп бір кішкене бір минут ойлансаң әдемі нәрсе айтатын ең. Жоқ, мен мына жерде ойлап тұрмын, что мен саған жауап беріп кетейін, иә. Мен мына жерде өзімді айтып отқан жоқ, мөлдірдің жаңағы сөзін айтып отыр. Жоқ, сіз айттыңыз ғой, маған да жұп болған кезде ондай есеп сұрамау керек дедіңіз. Өзіңді айттың ғой сен. Жоқ, енді жалпы есеп сұраған ешқандай қызға ұнамайды мына жерде. Жарайды, енді бір 100%, 20% қыздардың айтатын шығар, бірақ көп 80% қыздарға ұнамайды отчет деген. Сол үшін 80% қыздар әлі өздеріне жақсы жігіт таба алмай жүр. Иә. Диана ханым, енді қазақта сөз бар ғой, қырсыққан қыз бай таппайды деген сияқты ше. Шынымен де бізде қыздардың көбісі қырсықты, сол себепті күйеуге шығулары қиындап бартқан сияқты. Мына жерде мен көріп отқаным, Жандәулеттің сұрағы өте орынды сұрақ. Кез келген жігіт сондай сұрақты қоя алады. Бірақ мөлдірдің өзінің миында бір құрастырып алған заты бар да, андай жұп болғанға дейін мынандай болу керек, жұп болғаннан кейін барып біз осындай боламыз деген сияқты. Бір по документу бір оформить етіп алған зат сияқты да. Сендер жұп болғанға дейін мысалы саған контроль жасамай ештеңе болмай, жұп болғаннан кейін барып сразу переключаться ету оңай ма саған? Саған сразу сол күннен бастап контроль жасап, барма, қайтпа деп отырса, сен айтасың ғой, қуасың ба сен, бүгін ғана жұп болдық қой деген сияқты. Бұл нәрселер майда сол танысу кезінде басталады да, контроль деген заттар. И жұп болған кезде тағы да басқа заттар шыға өте келе болады ол нәрсенің бәрі. Жұп болған кезде бірден болсын деп жатқан жоқпын. Уақыт өте келе өзі жай уақытымен бәрі. Алдыға қарай жүгіріп асығудың қажеті жоқ. Ой, мен қызғану керек екен, мен отчет сұрау керек екен. Мен былай да деген алдыға қарай жүгіру емес, үш апта деген кәдімгідей уақыт негізі. Ну что, дұрыс айтасыз, мен де қосып кете салайыншы, осы екеуінің арасында 3 апта деді ғой. Вообще екеуінің арасында ешқандай прогресс жоқ сияқты. Сен мысалы жеп жейсің, мен мысалы Жандәулетті ойлаймын да, ешқандай кәдімгі менің мінезіммен, сенің мінез болмаса осы жердегі отырған жігіттердің мінезімен әлде қайда жұмсақ жігіт, кәдімгі күніге алып кетіп, не кетіп. Мен ойлаймын, даже бар ғой, сені кешке күніге әкеліп тастап, кешке тамақ алып кетіп жүргеннен кейін, сен уже 3 апта емес, 1 аптадан кейін уже кәдімгі өзің беріліп, бір иыққа жығылып, кішкене бір сәл бір кіммен қайдасың деген нәрсеге жылы жауап бер, еркелікпен жауап беру деген ол әбеске жатпайды деп ойлаймын. Ал 3 аптаның арасында мына жерде ешқандай прогресс жоқ. Өткенде беріп жатқан мынандай гүлдер бар, андай гүлдер кішкене сәл ерсей жаным ау. Мен айтып жіберсем бола ма? Осы жерде Жандәулет мырза өткенде қош келдіңіз. Осы жерде жігіттерге жігіт қалай болу керек, қалай сөйлеу керек деп бір әдемі бір кітаптармен, бір философиялық ойларды айттыңыз. Енді осы жерде келіп, кімге қайда деген сұрағыңызды нақты ер азамат ретінде сұрадыңыз да, енді босаңсып бір еркіндік беріп, соны ақталып отырсыз да. Егер сіз сұрадыңыз ба? Сұрадыңыз. Соны до конца тұруыңыз керек еді. Жоқ, мен ондай мағынада сұраған жоқпын деп. Мен сұрадым, болды. Мен қашан секірдім? Бізде жарнамадан кейін барлығымыз түсінбеген Тимур мырзаның сұрағын қайталаймыз. Неге олай? Мен әдемімін деп. Мен Пернебаев Нұрдәулет Махамбетұлы, жасым 35-те, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы тумасымын. Бұрын ажырасқам, бір қызым бар. Мамандығым дәрігер, қазіргі таңда массажбен айналысамын. Мен әдемімін. Мен 25-35 жас аралықтағы өзімен тағдырлас мұғалім қызды іздеймін. Мен әдемімін. Мені шындық және шындық қана қызықтырады. Егер сізге мен сияқты әдемі, халықтың қалаулы, сымбатты жігіті керек болса, қосылайық жобасында күтемін. Неліктен
президент фудмастер суты жеңіл деп аталады. Ол жеңіл ұшып жүретін сиырладан алынады. Көп адамның сүт ішкеннен кейін іші құрылдайды. Бұл лактозадан, ал жеңіл таңда ол жоқ. Менікі дұрыс. Дәмді. Фудмастер жеңіл таң. Іш құрылдамайды. Таңғасыңыз. Оның артынан президент жүгіріп шыққанда. Қайдағы президент? Қосылайық жобасы бізде сыйлық. Кімге? Бұл сыйлық Енұрға көрерменнен есімін айтпауын өтінді. Айттық қой, бүгін бағдаршам түсті киім киген жігіттердің күні. Тәттілер ішінде торт, жазуы бар, білмеймін, жазуын көре алмадым. Не деген? Ойбайнан, сол бетіндегі жазулар күшті екен негізі. Оқысаңызшы енді күшті болса. Жәндігін есін бергізші ме? Удачного дня дейді, пирожныйдың бетінде. I love you, baby, дей ма? Орысша білмейсің ме? Ты, конечно, не драка, дейді, а алкашей у магазина, дейді. Но от тебя невозможно оторвать глаз, дейді. Ізбасар мырза өзі оқып, өзі мәз, біз түк түсінбедік, е? В общем, айтқан ғой, қандай не болсаң да сенен көз ала алмай қарап отырамын деп жазып. Рахмет. Қандай күшті. Күтеміз. Есімін айтпауды өтінді. Тимур мырза, сіздің сұрақта қалып қойған едік. Жандәулет пен Мөлдірге қатысты. Сіз қызға келгенде әлсіз сияқтысыз деп бастадым. Бірінші, сіз баста келген кезде жігіттерге философиялық кәдімгі кітаптан оқыған әдемі бізге бәріміз аннотация оқыдыңыз. Бірақ ортада Данияр мен Мөлдірдің әңгімесі болған кезде, сіз неге араласпайсыз дегенде, біз әлі жұп емеспіз, таныстық үстіндеміз, өздері шешіп алсын деген сияқты қылып қоя салдым дедіңіз, біріншіден. Екіншіден, енді былай айттыңыз, екінші сөзіңізге қарсы келдіңіз іс-әрекетпен. Енді одан кейін Мөлдірге кімге қайда деген сұрақ қойдыңыз да, артынша эфирде сол айтылған сөзіңіз мөрдің оңдау жігіт бір айтты қалу керек қой. Ал енді сіз келдіңіз да соны ақталып отырсыз. Жауап бере берейін ба? Негізі мен бұл жерде ақталып отырған жоқпын. Просто мен айтқан әңгімені мен басқаша айттым, Мөлдір өзінше қабылдатты. Енді соның просто басын аша алмағаннан кейін сол нұсқаны айттық. Ал мен бұл жерде бір Мөлдір жамандап жерге тығып өзімнің абыройымды көтеріп отқан жоқ қой. Негізі кешіріңіздер, ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдің. Бұл жерде отчет деген нәрседе емес деп ойлаймын. Неде? Мен жігіттің жағдайын түсініп тұрмын. Егер мен де бұл кісінің орнында болған кезде мен де сөйтіп жазып сұрайтын едім, қайдасың деген. Бұл жерде проблема Мөлдірдің қызығушылығының да жоқтығында. Жігіттің сөзі мүлдем өтпейді бұл қызға уже. Қызық емес. Мөлдірде кішкене де болса ұшқын болатын болса, ол сұратпай-ақ уже өзі айтып қояр еді. Просто Жандәулет, сен өзіңнің сезіп жүргендей болмайсың ба? Жалпы Мөлдірден саған деген еш нәрсе жоқ екен. Болған болатын болса, кішкене де болса, уже қыз деген сызылып, уже белгілі болатын нәрсе еді. Ал біз сендер шыққан сайын тек қана бір көрініс көреміз. Бүйтіп қатып қойған адамдар ұқсап, өз-өздерін қинап таныстырып қойған адамдар сияқты көреміз. Жоқ, Жана ханым, айтсам бола ма? Жандәулет мырза, қош келдіңіз. Бұл жерде мен Мөлдірге қарап енді әбден тойынған, енді жетіскен Мөлдірді көріп отырмын да, өйткені бұл жерде бар ғой, ештеңе жақпайды, бірдеңе ауыр нәрсе айтып қалса, ұнамай қалады, тырысып қалады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Мөлдір, егер сен бір серьезно отношенияға қадам бассын келсе, сен кішкене болсын бір саты төмен тұрып үйренуің керек деп ойлаймын. Бұл ситуация бәрімізде енді Жана ханым өзім басынан өтіп жатыр да. Сенде бар мінез, Диана ханым да бар, мынада бар, менде де бар да, ондай емес. Бірақ мен болашаққа барайын деп жатырмын ғой деп кішкене болсын, кішкене төмен тұру керек деп ойлаймын. Және де кейде жаңағы қайда кіммен деген мүлдем ауыр сөз емес. Егер жігіт расымен ұнап тұрса, осыны бұлбұл деген сөздің өзін бар ғой, ол мен жақсы көріп айтып жатыр деп әдемілеп бұрмалап алуға болады. Егер де жігіт ұнап тұрса. Ой, не деген кімнің қызы, мынау кімнің қызы? Серікке жалынды сәлем, біз сізді күтудеміз, сека лучший деп айтып қояйықшы осы кезде. Эдуарда. Мен осы уақытқа дейін негізінде отчет беретін қыздардың қатарында болған. Менде бір емес екі таныстық болды. Ол біреуі Асхат Ханзадамен, енді екіншісі соңғы үміткеріммен. Енді мен біреуінде өзгердім, екіншінде отчет бердім. Осы соңғы келген үміткерім, мен Мөлдірлермен үйінде болғамда, қонақта қайда жүрсің, не істеп жатсың, сурет жібер, онда әңгімелер болды да, оның бәрін істегенде соңында ол да жоқ деген сияқты. Сол үшін мен айтқым келеді, енді жігітің болмай тұрып, таныстық үстіне жүргенде ол кісі үшін өзгеріп, бәрін жасаудың қажеті жоқ. Екен соны түсіндім дейсіз ғой,
кім? Мен айтып кетейінші, негізі Мөлдір алдында бір сөзінде айтып қалып еді ғой, мен әкеммен комплекс бар деген сияқты шы. Негізі мен айтамын да, әкесінен алмаған мейірімді әкенің берген тәрбиесін қанша мектеп болса да бере алмайды деген нәрсе бар ғой. Сен әкеңнен қалған ызаны қасыңдағы ер азаматтардан алғың келеді ау. Қойшы осының әңгімелерін қойыңдаршы. Әкенің несін 100 мектепте бере алмайды деп бере алады, уайымдамай ақ қойыңдар. Берді дейсіз ғой. Берді, яғни комплекс деп ондай аузымнан сөз шыққан жоқ. Әкенің орны жезеде ақ дегенде сөз бар, біле білсеңдер. Жоқ, сен басқа нәрсе айтып кеттің, тұра тұршы. Менің айтып жатқаным, сен қазір жантөреде кәдімгідей саған көңіл бөліп, сен көңіл бөлмейсің, мен саған соны айтып жатырмын, сен әкеңнен аламаған ызаның бәрін осы жақтан алғың келеді да, қасыңдағы ер азаматтан. Негізі бұл тақырыпты алдындары бір айтып қойған едік, Мөлдір ол кезде өзінің жауабын берген болатын. Мен айтқым келіп отқаны, отчет деп жатырмыз ғой, бірақ егер танысып жүрген ер азамат болғаннан кейін сыйластық болу керек. Бір-екі ауыз жазып жүру, онда тұрған еш нәрсе жоқ, одан ешкім кішірейіп қалмайды деп ойлаймын да. Мен өзім жеке басыма келетін болсам, танысып жүрсем де әйтеуір бірақ үлкен отчет бермесем де шет жағасын айтып отыратын. Мен айттым ғой. Просто мен ойлаймын, бұл жерде сыйластықпен айттым. Қонаққа шақырды, бара жатырмын деп. Мен ойымша ше, Диана ханым просто Мөлдір жалығып кеткен сияқты да, отношенияда андай отношения басталамай тұрып, уже отчет берген кезде андай бір өзін ыңғайсыз сезінесің ғой. Например, мен басыма да тиді, Диана ханым, кешеде ортадағы шықтым ғой, мен де отчет беретін едім басында. Но қазір оны түсіндім, отчет берудің қажет жоқ. Пока отношенияға уже жұп болғаннан кейін ғана бермесен отчет қазір керек емес, жалығады екенсің. Жоқ, неге негізі негізі түймейтін нәрсе түйеді болып кетті. Бұл жерде отчет дегендей мен отчет сұраған жоқпын бұл кісіден. Просто кіммен қайда деген сұрақ енді сол бастама сол болып тұр ғой енді. Бұл жерден мен бұдан ешқашан отчет сұраған емеспін, сұрамаймын да. Бұл да бір жеке тұлға ғой. Басы бар, миы бар. Мынадай нәрсе да, ол баратын адам барады по-любому, ол отчет берсе да, үйде отырмын дейді да, суретке түсіреді да, одан суреттен кейін даже так ұстап кетіп қалады да, ол баратын адам по-любому барады. Бармайтын адам ол бармайды. Просто ал ер азамат болғаннан кейін сен білгің келеді да, бұл не істеп жүр, қалай істеп жүр деген секілді. Жоқ, негізі мәселенің бәрі ода емес сияқты. Жандәулет, сен қалай түсініп жатсың білмеймін, сен қалай қабылдап жатсың өзіңе. Негізі бұл жерде Мөлдірде саған деген мүлдем сезім жоқ сияқты да негізі. Алдыңғы эфирларда мен осындай нәрсені айтқан кезде барлығы сен қызғанып жатсың да басқа жағынан қабылдап алды. Мөлдірде тек қана қызығушылық қана деген кезде ол да жоқ болып тұр ғой. Бұл жерде сен барлығын жасап жатсың, көріп жатыр, барлығын істеп жатсың, алып кетесің, жағдайын жасап жатсың. Бірақ қызда саған деген талпыныс жоқ та негізі, вообще жоқ, көрінбейді оны. Сіз біз екеуміз отырған кезде отырдық. Ол отырған кезде сен білмеймін, қасында мас киіп отыратын шығарсың өтірік. Мен сіз сияқты мас кие алмайды екенмін. Жоқ, енді Мөлдір, сен түсініп тұрмын, сен ана үміткерлерді қазір тоқтатуға да қорқып жатқан шығарсың, қаншама саған күшті қадамдар внимание бөліп жатқаннан кейін просто мойындай да біл, бұл жігіттің де уақытын алмай ақ қой дегім келеді сағанша. Просто енді ұнамайтын болса сен уақытын ұзақ созып жүріп, ертең бәрі тоқтайтын таныстықтың не үшін созасың? Айта сал, просто менде ашылмады. Кінәлі емессің сен оған сезімің ашылмағанына. Сөйтіп ашығын айтқан дұрыс деп ойлаймын. Бірақ қайта Жандәулет сөзімді растайтын сияқты, Мөлдір таныстық барысында ашылып келе жатқан сияқты сізге. Негізі оңаша бізде күшті бар. Енді жігіттер сіздермен бірге кездесуге бармады ғой? Бұл? Жаңағы кіммен қайда деп айтты ғой, Жандәулет мырза сол кезде осындай қыздармен осындай жерге деп айтса не болатын еді деймін да. Ешкім ешқай жер түсіп қалмайды, ештеңе өзгермейді ғой. Просто осындай жерге ашты, не болып қалды деген сияқты. Просто переживание ғой адамның уайым. Еркек бұл өзін сезінгісі келген шығар енді сенің жанында. Неге сол мүмкіндіктен айырасың дейсіз ғой, иә бұл? Жоқ, еш жерім түсіп қалмайды, еш жерім кемте қалмайды. Мен өзіне де айтқам, ондай да емес. Просто жаңағы мен өзімнің тоныммен оқып қалдым да, солай қабылдап қалдым да, и солай ответ беріп жібердім. И мен айтады ғой, мен негізі былай ұнатпаймын мен отчет беруді. Ол сенімсіздік деп ойлаймын. Егер де адамға сенетін болса, ол олай отчет сұрамайды. Диана ханым, мен былайынан сұрақ қойыншы Мөлдірге. Бағанда сезім деп жатыр ғой, сезім емес, негізі болашақта өзің елестететін ер азаматтың болады, жанындағы өмірлік жарың, серігің деген сияқты. Вот сондай адамға ұқсай ма бұл кісі? Негізінде любой отношениеда сондай адамыңды елестетесің ғой, сондай адамға ұқсап келе жатса, дальше отношениені жалғастырасың ол адаммен. Сенде сондайлар бар ма ойлар? Негізінде өте сабырлы адам ғой. Кәдімгі сабырлы, мен жұмыс істейтін адамда. Негізі үйленген кезде қайта осындай жігіттер кәдімгі отбасы болатын жігіттер. Ол рас. Ал кәдімгідей деп шошаңдап андай жүретіндер, ондайлар семья бола алмайды. Мен сол үшін кәдімгідей өзімнің болашақ жарым етінде былай қарап көремін.
былай да енді моля мынаны қара, сен айтып жатрсың да сен өзің позицияңа жатып алдың, сен жатып алдың деп өз позицияңа тұрып алғансың да, мен онда отчет беруге болмайды. Ал сен жігіт жағын кішкене өзің қарастырып көрмеді, жігіт адамға қандай, мысалы қыз адамға комплимент, қыз адам кәдімгі көңіл бөлген қыз адам ұнайды ғой, ал жігітке не ұнайды білесің ба? Жігітке сен мысалы за рулем келе жатқан кезде жаздың қайда кімде деп жазғаннан кейін мен енді осындай подругалармен деп жаңа осындай жерде болмаса жаңағы Нұрдәулеттің үйін айта салсаң, ол жігіт кәдімгі таудай болып ол жерде ол туралы емес қой әңгіме. Ізбасар, енді жігіт адамға ол ұнаса, мақұл енді екеуміз сөйлесіп жүрік қой, біз телефонмен де күнде көрсеміз де. Бұл жерде Жандәулеттің сомнение болған жоқ, сен бір жаққа басқа жаққа білмесе клубқа не емес. Бұл жерде кәдімгі сыйластық деген нәрсе бар. Кім қайда, қай жерге деген кезде кімнің үйіне бара жатыр еді, осыны айт десе. Жарайды, бұл әңгімеге екі қайда, кіммен деген сұраққа 45 минут уақытымызды арнаған сияқтымыз, соқырға да түсінікті болған сияқты. Неге олай жігіттер жазады, ал қыздар бұл жағдайда қалай жауап беру керек жігіттерге? Енді бір-бірлеріңізге сыйластық сезім болса, онда бұл сұрақты анау айтқанда етіп қарастырмау керек. Бәрібір егер болашақ болса, бәрібір бұл сұраққа жауап бересіздер қыздар, одан да ешқайда қашып қалмайсыздар. Жаңа мөлдірді айтып жатыр ғой, алдын ала біз келісіп алғанбыз, мен айтқам деп. Кейбір дүниелер бар, отношенияда сен алдын ала мен осындай айтқанымен, ол оған келісілмейтін нәрселер болады да. Ол кейбір дүниелер отношения кезінде ол жайлап по факту, по ходу дейді ғой, сомен өз пайда болатын нәрсе. Мысалға, маған қызғаншақтық ұнамайды дейді. Енді жарайды, мен сен қызғанбаймын деймін, бірақ өмір алып келеді сол нәрсеге. Сіз по-любому бір моментте қызғанып қаласың. Сондай бір дүниелер бар да, мен осыған соны түсіндіргім келеді әлі күнге дейін. Просто маған андай нәрсе ұнамайды. Мен бұған түсіндіремін. Давай екеуміз ұрыспайық, екеуміз спокойно шешейік, сөйлесейік. Қазірден бастап ұрыссақ, ертең сыйымыз кетіп қалады. Ал сый кетіп қалған жерде ешқандай махаббат болмайды, уже быт-шыт болып кетеді. Лучше ұрыспайық, екеуміз отырайық, тыныш сөйлесейік, басын ашып алайық, сонымен әдемі болып бірімізге күліп ойнап жүре берейік. Бірақ қайта кейде ұрысқан да жақсы ма деп қоямын. Бір-бірлеріңіздің ашуларыңызды көрген, ол кезде қалай бір қадам жасау керек, ашуды қалай басу керек, енді арақатынас болғаннан кейін онсыз да болмайтын сияқты. Өйткені кез келген шынайы арақатынаста ұрыс бәрібір де болады. Барлығы бір мінсіз болмайды ғой. Сол үшін таныстық Жандәулетпен, әрине, сөйлесіп көрейік, сөйлесіп көрейік. 3 апта сөйлесіп жатырсыз, тағы 3 апта сөйлесіңіздер, Рахмет Жандәулет, келгеніңізге шығарып салайық.